Қателік пен тәубе. Авторы Алима Есенқұлова. Оқыған Гүлайым Әмзеева. Жаздың тұнық жұлдызды түні. Айнала жым-жырт. Балзия әдеттегідей балаларын тамақтандырып, кешкі астың орнын жинап, ыдысын жуды. Күнделікті күйбең тіршілікпен бір күніне ұқсаған бір күні өтіп жатты. Базарда жұмыс жасап жүргеніне 3 жылдай уақыт болыпты. Аяқ киім сатып, нәпақасын табуда. Сауда бірде бар, бірде жоқ. Қыстың қақаған аязы мен жаздың аптап ыстығына да бейнетшіл келіншектің еті үйреніп кеткен. Күйеуі Ерзат соңғы 1 жылдың ішінде құмар ойынның құлы болды. Бар тапқан таянғанын ойынға жұмсап, үйдің берекесін кетіріп, көзі ойын мен ішімдіктен басқаны көрмейді. Күйеуінің мұндай теріс жолға түскеніне Балзия іштей қиналса да, балаларының көзінше мықты ана болғысы келеді. Қазір де 2 көзі 4 болып, түннің жарымында есік ашылып, Ерзат тағы мас күйінде келіп қалардай алаңдап отыр. Бөлмеге кіргені сол, есік тарсылынан күйеуінің келгенін анық білген келіншек дәлізге шықты. Есік ашып, арақ мүңкіген күйеуін қарсы алды. Бұл жолы киімін шешуге шамасы келмеген Ерзат дәлізге қор ете қалды. Балзия қара терге түсіп, күйеуін жатын бөлмеге зорға сүйреп жатқызды. Таң ата басы сынған Ерзат бір кесе мұздай суды сіміріп алып, жөнін айтпастан үйден шыға жөнелді. Үлкен ұлы Қуаныш 11 сыныпта, ортаншылары Дәурен 9 сынып. Ұлдарының өсіп келе жатқанына да мән бермеген бейғам әкенің ойына ештеңке кіріп шықпайды да. Балзия балалары үшін шырылдап, қайтсем де ұлдарымды жеткіземін деп, 1 тиынын 2 тиын қылып, саудада тікесінен тік тұрады. Үйге қонбаған күйеуінің телефонын түнімен ала алмаған Балзия Ерзат үшін алаңдады. Ары дөңбекшіп, бері дөңбекшіп ұйықтай алмаған соң ас үйге кіріп шәй қойды. Таңғы 5 шамасында есік жұлынырдай тарсылдап, әлдекімдердің күбірлеген даусы шыққандай болды. «Аш есікті, Балзия!» деп тілі күрмелген Ерзат, қасында бейтаныс адам. Есік ашылған соң бірден ас үйге өтіп, әлгі адаммен күбірлесіп ұзақ сөйлесті. Түрі сұсты, көзі сықсиып, сақалы өскен ер адам Балзияға тесілердей қарап ыржиып отыр. Бұл көзқарасқа шыдай алмаған келіншек шай құйған кесені тарс еткізе Ерзатқа қарап: «Бұл не әбестік? Үйге қонбай бәрімізді алаңдаттың. Онымен қоймай қасыңа кім көрінгенді ертіп келіпсің?» деген әйелдің сөзін бейтаныс еркек бұзды. «Ау, қарындас, бұлай қатты кетпеңіз. Біз Ерзат екеуміз достармыз. Әлі-ақ жақын танысып, әңгімеміз жарасып кетер» деп кесені басына дейін көтере шайын ішті. Мастармен одан әрі отыруға жүйкесі шыдамаған Балзия орнынан тұрып жұмысқа жинала бастады. Қуанышта есі кіріп, ер жеткен сайын әкесінің осындай ішкіш, ойын құмар болғанына іштей қынжылады. Өзі қатар балалардың әкесін көргенде оларға қызығып да, қызғанып та қарайды. Біреуінің әкесі полиция қызметкері, біреуінің әкесі бизнесмен. Мұның әкесі маскүнем бе? Тіпті Қуаныш кейде не ойларын білмей сансыз сұрақтан басы қатады. Ерзат үйге қонбауды әдетке айналдырып алғандай. Қайда, кіммен жүргені де белгісіз. Ұлының мектеп бітіруіне санаулы күндер қалып, Балзия ерекше толқып жүр. Кешегі шыр етіп дүниеге келіп, алғаш ана бақытын сезіндірген тұңғышы да демде ер жетті. Бұрындары ішімдікті аузына ұрттап алмайтын Ерзат бірнеше жыл мектепте дене шынықтыру пәнінің ұстазы болды. Несие алып бизнес бастаймын деп жұмыстан шыққан күйеуі құмар ойынның құрсауында қалды. Оның арты ішімдікке ұласты. Жұмыстан келіп Балзия бірден
Ұлы тапсырыс берген костюм шалбарды үтіктеп, жейдесін қасына қосып, ұқыптап Қуаныштың бөлмесіне әкеліп дайындап қойды. Мектеп кешінің бітіруіне киетін киімі өзіне құйып қойғандай. Бойы ұзын ұлына көкшіл түс ерекше сән береді. Қуаныш пен Дәурен өте бауырмал. Сабақтан тыс аналарына көмектесіп, үйді де жинап, ыдысты да жуады. Балзия базардан кеш оралса, жеңіл-желпі тамағын да Қуаныш әзірлеп қояды. 3 күн үй бетін көрмеген Ерзат кеш түсе үйге оралды. Бұл жолы ішпеген сынды. Бет-аузы көгеріп, көйлегінің жағасы жыртылыпты. Балзия хабарласқан сайын аузына келгенін оттайтын күйеуі қайда жүргенін айтпақ түгілі әйеліне сөйлеуге мұрша бермейтін. Ерзаттың түрін көріп Балзия шошына сұрақтың астына алды. «Саған не болған? Қайда жүрдің?» деген сұрақтардың ешбіріне Ерзат жауап бермеді. Жуынып, киімін ауыстырып, жатын бөлмеге кірді. Сол жатқаннан таңда бірақ тұрды. Ешкіммен сөйлеспей, үн-түнсіз бір кесе шай ішіп, шкафты қопара бір нәрсе іздеді. Іздеген затын таба алмаған Ерзат аюдай ақырып, «Мұндағы ақша қайда?» деп Балзияны тергей бастады. Балзия: «Ол ақшаға Қуаныш мектеп бітіру кешіне костюм шалбар алды. Ертең мектеп бітіріп жатқан ұлыңа бір көңіл аудардың ба, а?» деп Балзия да даусын көтере сөйледі. Ерзат жұдырығын түйген қалпы: «Құрып кетіңдер бәрің!» деп жөн-жосықсыз тағы да келген жағына жоғалды. Қуаныш та мектепті ойдағыдай бітіріп, анасын қуантты. Бала күнгі арманы тіс дәрігері еді. Сол мамандық бойынша Балзия ұлын жоғарғы оқу орнына түсірді. Ерзат ұлының мектеп бітіруі мен оқуға түскенін бір ауыз сөзбен құттықтауға да жарамады. Әке аузынан бір ауыз жылы сөзбен қолдау күткен ұлы әкесінің осындай тас жүрек болғанына қатты қапаланатын. Алматыға жол жүріп, студент атанатын ұлын Балзия қимай шығарып салды. Қанша мықты болып көрінсе де, ана жүрегі сондай нәзік, сондай сезімтал еді. Қуаныш та анасын уайымдап, әкесінің теріс жолға салынып кеткені ер жігіт үшін өте ауыр еді. Ұлын шығарып салып, Балзия көзін бір сығып алды да тірлігіне кірісе бастады. Ағасы кетіп, Дәурен де жалғызсырап, біраз күн көңіл күйі болмай жүрді. Кенжесінің де оқуды аяқтауына 2 жыл уақыт қалды. Ерзат ұлы кеткелі ішуді үдетіп, Балзияның жүйкесіне тиіп, күнде берекесін алатын болды. Анасын жақтап, әкесін жақтырмаған Дәуреннің сөзін әкесі: «Сен күшікке не жоқ, маған ақыл үйреткің келе ме, көзіме көрінбе?» деп ұлына даусын көтеріп, көңілін жасытып тастайды. Дәуреннің де мейірімсіз дөрекі әкеден көңілі қалғандай. Ерзаттың осындай қатыгез адам болып кеткеніне Балзия сенгісі келмейді. Әлі де түзеліп кетер деген жүрегінде кішкентай үміт бар. Күні бойы қолына телефонын ұстап, картаға кіріп кеткен Ерзат бір уақытта өзінен өзі айқайлап жынданды. Шамасы ойыннан ұтылып қалса керек. Оның мұндай түсініксіз жынды әдетін Балзия біраздан бері бақылап та жүр. Жұмыс істемей ақшаны соңғы кезде ойынға қайдан салады деген ойдың түбіне ақыры Балзия жете алмады. Ол жұмбағы да бір күні шешілер деп әйелі үнсіз жұмысқа кетті. Балзия жұмысқа кете сала, Ерзат жатын бөлменің бәрін тінтіп, ақыры шифонердің ішіндегі әйелі тығып қойған неке жүзіктері мен бір алтын алқаны тауып алды. Мұндай олжаны көріп, көзі жайнаған Ерзат асыға киініп, бірден ломбардқа тартты. Қолына ақша түсіп, көңілі жайланып, жолай дүкенге кірді. Бір жарты мен тіске басарлар алып, үйіне қайта келді. Үйі әлі тым-тырыс. Балзия да ұлы да әлі келмепті. Ерзатқа да керегі осы тыныш еді. Бірден ас үйге кіріп, бөтелкенің аузын асыға ашты да
ащы суды қағып салды. Басының ауырғаны басылып, көзі шайдай ашылған Ерзат тұзды қиярды қытырлата соқты. Дәурен сабақтан келе, ішіп жалғыз өзі отырған әкесін көріп, теріс айнала бөлмесіне кірді. Үйге кім келіп, кім кетіп жатқанында шатағы жоқ Ерзат темекіні құшырлана сорып, телефонындағы ойынға қайта кірді. 5-тен аса жұмыстан Балзия да келді. Маскүнем күйеуінің бұл әрекеті жынына тиіп есік-терезені аша, «Осы сен күнде ақшаны қайдан аласың? Нағыз алқаш болыпсың ғой, ұятың жоқ екен», деп әйелі шыж-быж болды. Ойынға басымен кіріп кеткен Ерзат әйелінің сөзінің бірін естісе, бірін естімей, қисалаңдаған бойда басқа бөлмеге кетті. Жұмыстан бір күн демалған уақытында Балзия міндетті түрде үйге бастан аяқ тазалық жұмыстарын жүргізеді. Бүгін де сол әдетімен жинауды жатын бөлмеден бастады. Шифонердегі киімдерін алып, шаңдарын сүртті. Киімдердің астыңғы жағындағы кішкентай қобдишаның аузы ашылып қалғанын көрген Балзия бірден оны қолына алды. Қобдишаның ішіндегі алтындарын таба алмай, шифонердің бәрін ақтарып тастады. Маскүнем күйеуінің ақшаны қайдан тапқаны енді түсінікті болғандай. Балзия жағасын ұстады. Бұл оңбағаннан бәрін күтуге болады екен ғой, деп көзіне шыққан ащы жасын біразға дейін тия алмады. Таң ата күйеуінің бетіне бос қобдишаны лақтыра, «Ұяттан мүлде жұрдай болыпсың, үйдегі затқа қол сұға бастапсың, осымен бәрі бітсін. Осы күнге дейін бәріне шыдап келдім, мен сенен ажырасамын», деп Балзия заттарын жинай бастады. Дәурен де әкесіне ала көздене қарап, бұл үйден кеткенше асықты. Анасына заттарын жинасып, такси келгенше өзі де жиналды. Балзия көп ойланбастан ұлы екеуі пәтерге шықты. Қуаныш бұл жағдайдың бәрін естіп, анасын қолдады. Балзия бұл сырын төркіндеріне әзірге айтпауды жөн көрді. Дәуреннің мектебі ауысып, жаңа ортаға үйрене бастады. Анасының қасында көңілі алаңдамай, сабақты да ойдағыдай оқыды. Маскүнем, ойынқұмар күйеуінен кеткен Балзияның аз да болса жүйкесі тынышталды. Арақтан берекесі кеткен үйден қатты шаршағандай. Қуаныш қысқы демалысқа келіп, анасы мен бауырының қасында болды. Біраз көрмеген ағасын Дәурен де сағынып қалыпты. Ұлы студент болғалы, кәдімгідей ысылып, бұрынғыдан қарағанда реңі кіріп, нағыз жігіт болыпты. Балзияның бар қуанышы да, бар бақыты да екі ұлы. Адам болады деп сеніп келген күйеуі күннен күнге маскүнем болып берекесін кетірді. Қуаныш анасының көңілін аулап, «Анашым, бәрі жақсы болады. Мен оқуды ойдағыдай аяқтап, сізді бақытты қыламын. Әкем жасай алмаған жақсылықты мен жасаймын», деген ұлының сөздерін естігенде Балзия, «Әу мен ботам, ниетіңе жет», деп көңілі босай аналық батасын берді. Қуаныш өзі арман еткен мамандықты ойдағыдай бітіріп, қолына дипломын алды. Қуаныш оқуды бітіріп келгенде, Дәурен де мектепті бітіріп, университетке оқуға түсті. Еті тірі Қуаныш көп ұзамай клиникаға жұмысқа орналасты. Алғашқы айларда жұмысына мұқият болып белсене кірісті. Балзия Ерзат екеуі ажырасып кеткен соң күйеуі оны қайтып мазаламады. Қуаныш жұмысқа тұрғалы өзіне сай қыз да тапқан сияқты. Ағылшын тілі пәнінен сабақ беретін Гүлжан екеуі аялдамада танысып, одан әрі әңгімелері де жарасып кеткен. Қуаныш Гүлжан жайлы анасына шет жағасын айтып, анасын бір қуантып қойды. Бір-бірін ұнатқан екі жас уақытты оздырмай шаңырақ құрды. Келінді болған Балзия алғашқы күннен ақ Гүлжанға жылы қабақ танытты. Ұлы үйленген соң Балзияның мекен жайын тауып Ерзат келді. Шашы бурыл тартып жүдеп қалыпты.
Қуаныш әкесін көріп іштей оны аяп та кетті. Күйеуі іздеп келер деп үш ұйықтаса да түсіне кірмеген Балзия алғашқыда Ерзатты мүлде көргісі келмеді. Қабағын шыта: «Неге келдің? Мұнда сені кім шақырды? Әне есік, шық!» деп ашуға булықты. Ерзат басын төмен салбырата: «Балзия, мені кешіріңдерші. Көп қателік жібердім, сендерді бағалай алмадым. Өмірдің мәнін сендер кеткен соң түсіндім. Ұлдарыма да жаным ашымады. Ойын мен ішімдіктен басқаны көзім көрмеді. Бірақ...» деп ары қарай көзіне жас алып кемсеңдей сөйлеген Ерзат: «Мен қателік көп жасадым. Бірақ отбасымнан айырылған соң сабақ алып тәубеме келдім. Кешіріңдерші, ұлым, сен де кешір мені», деп күрсіне қасындағы орындыққа отыра кетті. Ерзаттың ақылы кіріп, енді есейген сынды. Қуаныштың әкеге деген махаббаты іштей еш сөнбепті. Балзия да Ерзаттың өткен қателіктерін кешірді. Тәубеге келген күйеуіне бірнеше жылдан кейін екінші мүмкіндік берді. Отбасы бұрынғы үйлеріне көшіп, үйді ретке келтірді. Ерзат уәдесінде тұрып, ойын мен ішімдікке жоламады. Өмірге келген құйтақандай немересін қолына алып, аталық мейірімі оянған Ерзат: «Тәтті немерем, өмірдің қызығы» деп бөбекті қолынан түсірер емес. Отбасының шаттығы енді толыққандай, бәрі де бақытты еді. Ең бастысы, Ерзат теріс жолға соңына дейін салынып кетпей, өз қателіктерін дер кезінде түсініп, адами қалпына оралды. Отбасының қадірін түсінді.